Армысыздар қазақ елі, бүгін біз мидың жақсы жұмыс істеуі үшін адам ағзасына қандай өнімдер пайдалы, сол туралы айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар және ұнаған болса лайк басып, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Және каналыма жазылып қоюды ұмытып кетпеңіздер. Мидың жұмыс істеуін жақсарту үшін табиғи кофенің пайдасы мол. Таңертең және кешке оның бір кесесін ішсе, адамның ойлау қабілеті жақсарып, жұмыс істеу белсенділігі арта түседі. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйін көтеретінін дәлелдеген. Кофені көп ішуге болмайтынын да айта кетеміз. Екінші өнім қара шоколад. Оның құрамындағы какао мидың қалыпты жұмыс істеуіне шипалы. Күніне оның 2 түйірін жеген тиімді. Финляндия зерттеушілері шоколад жүрек талмасының болуын 17%-ға азайтады деп қорытындылайды. Сондай-ақ қара шоколадтың күретамырларға, артерияларға иілгіштікті қайтаруға көмектесетінін, лейкоциттердің қан тамырының қабырғаларына жабысып қалуынан сақтайтынын дәлелдеді. Ал бұл күретамырлардың бітеліп қалуының алдын алады. Мидың жақсы жұмыс істеуі үшін тағы да бір пайдалы өнім балық. Аптасына 1 рет болса да балық етін жеген шипалы. Ол мидың жүйелі жұмыс істеуін қалыптастырады. Ағза жоғары сапалы ақуызға қанығады. Қан ұю функциясы қалыпқа келеді. Келесі өнім пайдалы дәрумендерге өте бай грек жаңғағы. Грек жаңғағының 2 түйірін күнде жеп отырса, мидың бір қалыпты жұмыс істеуі реттеледі. Грек жаңғағы өте майлы болғандықтан, оны көп қолдануға болмайды. Келесі пайдалы өнім жұмыртқа. Мидың бір қалыпты жұмыс істеуі үшін піскен жұмыртқаның пайдасы зор. Ол үшін аптасына 2 жұмыртқа жеп тұру керек. Лажы болса, қолдың жұмыртқасын пайдаланған жөн. Келесі өнім авокадо. Аталмыш жеміс бастың қан қысымының жүйелі жұмыс істеуін қадағалап тұрады. Оны аптасына 3 рет салатқа қосып жеген абзал. Авокадоның құрамында қоректік заттар мол. Авокадоны тұрақты түрде қолданып тұрса, ол ағзаны толығымен тазалайды. Оның құрамында С, Е, К, валты дәрумендері, сондай-ақ магний, калий пайдалы элементтері бар.